Бүгін сіздермен менің ұлымның сүйікті тағамы тауық етінен жасалған өте тез дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге бір жұмыртқа және де бір жұмыртқаның ақ уызы керек болады. Кішкене тұз сеуіп, жақсылап шайқап аламыз. Ерітілген сары май қосамыз, жылы су қосамыз. Араластырып, ұнды алдын ала өлшеп, електен өткізіп алдым, және де осылай кішкенеден қосып араластырамыз. Бұл пирогтың құрамына қажет заттың барлығы әркімнің үйінен табылады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен осындай өте жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді қолымызбен иілеп, жұмсақ қамыр иілейміз осылай. Қамырдың бетін целлофанмен жауып қоямыз. Енді начинкасын жасауға кірісеміз. Тауықтың төс етін осылай кубиктеп турап аламыз. Картопты де осылай кубиктеп тураймыз. Пияз қосамыз. Картоптың үстіне кішкене куркума сеуіп араластырам. Ол сонда картопке бір сарғыш түс береді піскен кезде. Дәмдеуіштерді қалауынша қосасыз. Мен тұз, паприка қостым және де қара бұрыш қостым. Жақсылап араластырамыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Біреуін оқтаулаймыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, осы бір қамырды саламыз да, начинканың барлығын осы қамырдың ішіне саламыз. Екінші қамырды дәл солай оқтаулап, бетіне осылай жабамыз. Духовкаларыңызды жағып қойсаңыздар болады, қызи берсін. Ал біз осы қамырдың шетін енді бір-біріне осылай жабыстырып шығамыз. Алдымен жай бір-біріне осылай біріктіреміз. Ал енді әдемі көріну үшін осылай бұрап жабыстырамыз. Узбекская самсаны осылай жасайды ғой, сол сияқты өріп шығамыз. Қамыр өте жұмсақ, сондықтан осылай әдемі болып шығады. Ортасын кішкене пышақпен кесем, тілеміз, және де бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Кунжут себеміз. Қызып тұрған духовкаға 35-40 минутқа саласыз. Мінекей менің пирогым қалай көтерілді әдемі болып. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Мен мұны кешкі асқа жасадым, түскі асқа да жасауға болады. Бала мектептен келген кезде қуанып жеп алды. Ал сіздің балаларыңыздың сүйікті асы қандай? Комментарийге жазып бөлісе отырыңыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Ас болсын.